Қайырлы күн достар, бүгін біз тауықтың төс етінен осындай дәмді наггетс дайындаймыз. Қытырлақ, сондай дәмді болып шығады. Бірге дайындайық. Алдымен тауықтың төс еттерін осылай жіңішке етіп турап аламыз. Осылай қорған кезінде ортасы жақсы пісетін болады. Енді тауықтарымызға мариновка жасап қоямыз. 4-5 штук чеснокты осылай 3-тен өткіземіз. Паприка саламыз. Бұрышымыз саламыз. Шамалы қызыл бұрыш салып жүрсек болады. Шамалы дәмін келтіру үшін қатты ащы емес қылып, менде балаларда жейтін болғасын қатты ащы қылмаймын. Лимонның жарты соғын қостым. Енді тұз саламыз. 2 кружка су құйдым. Осылай тауықтарымыз суға батып тұру керек шамалы. Мариновкамызды 3-4 сағатқа қойып қойдым, бетін жауып. Енді менікі дайын болды. Енді қуыратын заттарымызды дайындап аламыз. 3 жұмыртқаға паприка салдым, тұз саламын. Сосын ұнымызды, панировочный сухаримізді өйстіп дайындап аламыз. Сұйық майымызды газымызға қойып, орташа отта қыздыра береміз. Енді бірінші ұнға батырып тауықтарымызды, сосын жұмыртқаға батырып, панировочный сухариге батырып, қызып тұрған майға отты қатты қоймаймыз, орташа қылып қызартып қуырамыз. Осылай тауықтарымыз майға батып тұрғаны жақсы, майды көптеу құйыңыздар. Қараңыздар достар, мен тауықтарым өте дәмді болып шықты. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.